Honda Step. Объем 2, расход 8-10. Коробка автомат. Арқан қавалы. Ички салонын біраз сіздерге көрсетіп қояйлы. Ички салоны 7 орынды, жатып алсаң да болады. Коробка автомат, Бағасы қанша? 260 мың дейді бағасы. Honda Step 2004 жылы шығарылған. Объем 2, расход 8-9. Бағасы $6500 дейді. Біз сіздерге күн çalışып қалған себебінен кішкене секінірек тартқанға әрекет қылып жатамыз. Toyota Ipsum 2004 жылы шығарылған. Объем 2-4, коробка автомат. Бағасы 350 мың сом дейді. Honda Step 2004 жылы шығарылған. Объем 2-4, расход 10-12, коробка автомат. Бағасы $7000 дейді. Step Spada. Ford Fox 2003 жылы шығарылған. Расход 5-6, дизель, объем 1-8, 0595-0101 деген номеріне чалып байланысаңыздар болады. Бағасы қанша? Бағасы 180 мың сом дейді. Қырғызстанның жаңа номері. Ички салонын бір көрсетіп қойлы, коробка, механика. Honda Step 2003 жыл шығарылған. Объем 2, расход 8-10, коробка автомат. Step ички салонын бір көріп қойыңыздар. Коробка автомат. Бағасы 450 мың сом. Subaru 1991 жылы 97 екен, 97 жылы шығарылған. Объем 2, расход 8-9, коробка механика. Левый руль. Қанша жылы, сомы қанша? 230 мың сом дейді бұл шу. Subaru Forester. Hyundai Getz 2003 жылы шығарылған. Объем 1-3, расход 5-6, коробка механика. Мол номерге чалып байлансаңыздар болады. Бағасы 220 мың сом дейді. Срочно сатады екен.
Жақсы сөйлесеңіздер 200-ге деле бере турган түрү бар. Чалып сүйлөшүп кабарлашыңыздар. Жакшылап сүйлөшүңүздөр. Эстима 2001 жыл чыгарылган. Объем 2.4, расход 8.10, коробка автомат. Экрандагы номерлерге чалып байлансаңыздар болот. Баасы канча? 300 миң. Баасы 300 миң дейт. Эстима Toyota. Toyota Estima 2000 жыл чыгарылган. Объем 2.4, расход 10-12. Газ менен да жүрөт экен. Коробка механика автомат. Автомат, а? Баасы 280 миң сом дейт. Opel. Бұл өтө эле Кыргызстанда эң аз машина. Кыргызстанда кемдеген кездешет. Бұл 1993 жыл чыгарылыптыр. Объем 2, расход 7 дейт. Коробка механика. Могул номерге чалып байлансаңыздар болот. Бұл Кыргызстандагы өтө сейрек кездешкен машиналар. Десек жаңылышпайбыз. Жылы эски болгон менен өзү 2019 жылы чыгарылган машина окшош экен. Ички салонун бир көрүп коелу. Ички салон ачайын десем, ачылбайт экен. Ачылды. Биз руль жагынан. Бул коробка механика. Бул 240 спидометр. Өтө необычный экен, эгасы айтмакчы. Баасы 140 миң сом дейт. Honda Odyssey 2000 жылы чыгарылган. Объем 2.3, расход 9.10, коробка автомат. Могул номерге чалып байлансаңыздар болот. Аркаңкы салондар 7 орунду. Баасы 350 миң сом. Honda Odyssey объем 208, 2000 жыл чыгарылган. 225 миң сом дейт. Могул телефондорго чалып байлансаңыздар болот. Биз андыктан ички салонун бир көрсөтүп коелу. Коробка автомат. Honda Step 2001 жыл чыгарылган. Объем 2, расход 9.10, коробка автомат. Баасы 300 миң сом дейт. Аркаңкы абалы. Honda Step Spada 2003 жыл чыгарылган. Объем 2.4, расход 9.10. Экрандагы номерлерге чалып байлансаңыздар болот. Коробка автомат. Баасы 350 миң сом.
Урматтуу Ош шаарынын тургундары, Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театры Honda Step 2001 жыл чыгарылган. Объем 2, расход 910. Коробка автомат. Коробка автомат. Nissan автоунаасынын күрөчүгө болгон табылгандар болсо тенгиздер электробетинден тастап кетилген. Басы 450 миң сом. Passat 2004 жыл чыгарылган. Объем 2.5, расход 7.8. Дизель. Коробка механика. 6 ступа дейт. Басы 500 миң дейт.